Баршаңызға сәлем, менің тәтті әлеміме қош келдіңіз. Бүгін сіздерге құрамы 3-ақ заттан дайындалатын Наполеон тортын жасауды көрсететін боламын. Ол үшін бізге кез келген қатпарлы қамыр, сары май және қойытылған тәтті сүт қажет. Ең әуелі қатпарлы қамырымызды бөлме температурасында жібітіп аламыз. Одан соң кішкене ұн сеуіп жайып аламыз. Мендегі қатпарлы қамыр 3 бөліктен тұрды. Жеке-жеке жайып алып, табамызға пергамент қағазын төсеп, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне барлық 3 бөлігінде осылай табаға пергамент қағаз төсеп пісіріп аламыз. Міне қатпарлы қамырларымызды пісіріп жатқан уақытта енді біз кремін дайындап алуымыз керек. Ол үшін ыдысымызға бөлме температурасындағы сары май мен қойытылған тәтті сүтімізді қосып, миксермен араластырып, осындай керемет крем дайындап аламыз. Міне біздің қатпарлы қамырларымыз осылай әдемі болып пісіп шықты. Енді шет-шеттерін зүлеп кесіп аламыз. Тортымызды жинаған кезде әдемі болып шығу үшін. Бұл артық бөліктерін біз тастамаймыз. Пергамент қағаз төселген табамызға салып, пешке 5-10 минутқа пісіріп аламыз, тағы да қызартып. Бұл қызарған бөліктерді оқтаумен үгітіп, торт жинаған кезде бетіне және шет-шеттеріне жағатын боламыз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Ыдысымызға қамырымыздың бір бөлігін салып, бетіне крем жағып шығамыз. Дәл осылай келесі қабатын төсеп, тағы да крем жағамыз. Міне осылай барлық бөліктеріне жағып шығамыз және шет-шеттеріне де крем жағамыз. Дайын болған үгітіндіні бетіне және 4 шетіне жағып, тортымызды жинап аламыз. Міне біздің Наполеон тортымыз дайын. Жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.